Бүгіннен бастап елімізде аяқ киімдер міндетті цифрлық таңбалаудан өтеді. Осылайша нарықтағы жалған тауарлардан тазартуға көмектесіп, заңсыздықтан сақтайды. Аяқ киімді таңбалау қалай жүзеге асады? Тілші толықтырады. Сапалы өнім ұлт саулығының негізі. Мына аяқ киімдерді қайдан, қашан, кім жасағаны туралы нақты ақпаратты алу енді жеңілдің жеңілі. Енді елімізге тек сапалы өнімдер, сапалы аяқ киімдер келетін болады. Бұл бүгін елімізде енгізілген жаңа жобаның негізі. Аяқ киімді таңбалау тауар сапасының артуына оң әсер етеді. Өндірушілер, импорттаушылар және бөлшек сауда дүкендерде арнайы ақпараттық жүйеге тіркеліп, дата матрикс кодын алады. Негізінен кодты біз ақпараттық жүйеде аламыз. Бұл ақпараттық жүйенің жұмыс істеу жайлы сұрақтарыңыз болса, немесе түсінбеген жағдайларыңыз болса, әрқашанда біздің контакт центрімізге хабарласа аласыздар. Оған қоса біздің бүкіл әлеуметтік желілерде бармыз. Және де арнайы осы нарық қатысушыларына арналған жеке сайт бар. Ол сайтта жақсы материалдан неше түрлі мәліметтер бар, және осы мәліметтер адамға осы цифрлық таңбалау жүйесімен жұмыс істеуге мүмкіншілік береді. Цифрлық таңбалаудың кодының құны 2 теңге және 68 тиын болып келеді. Ол арнайы сәйкесінше үкімет қаулысымен бекітілген баға болып табылып келеді. Цифрлық таңбалау нарықты сапасы және елге заңсыз әкелінген тауарлардан тазартуға көмектеседі. Сондай-ақ отандық аяқ киім өндірушілердің ісін дамытуға серпін береді. Жаңа жобаға қуанғандардың бірі Төлепхан Шораулы. Отандық өнім өндірісімен 8 жылдан бері айналысып келеді. Енді тұрғындар тек сапалы тауар тұтынбақ дейді. Мына цифрландыру дегенде біз былтыр естігенбіз. Телеарнада берген цифрландыру керек, әрбір аяқ киімді шетелден келген цифрландыру керек. Енді ол сонда цифрландырған әсілі шетелден ғой кіргізсе мақұл. Бірақ таза заттарды кіргізсе болады да, таза былғардан жасалған. Сонда енді цифрланудың шекара бәжісі, мемлекеттік бәжісі тартқан соң шетелдің аяқ киімдері баяулайды деп ойлаймын. Жалған зат кіргізе алмайды ғой. Жалған затты кіргізсе цифрландырумен ол бағасы асып кетеді. Әзір мына Герман тиын аяқ киімдерін 20 мың теңге қыстық. Біздікі ішкі терісі таза былғар. Мамандар ақпарынша, аяқ киімді таңбалау тауар құнының қымбаттауына айтарлықтай әсер етпейді. Тауарды өндірістен бастап, соңғы тұтынушыға сатуға дейінгі барлық жолды ақпараттық жүйеден бақылауға болады. Біздің есептеуіміз бойынша бағаға үлкен әсерін тигізбейді. Қазір кезде статистика бюросының мәліметтері бойынша аяқ киім орташа бағасы 9-10 мың теңге көлемінде болып келеді. Және де жыл сайын ол баға 5-6%-ке асады. Ал өсіп жатыр. Ал негізінен цифрлық таңбалауға жұмсалған шығындар ары кетсе 1% немесе 1,5%-ке ғана тең болады. Мемлекеттік кірістер комитетінің дерегіне сәйкес, қазір елдегі аяқ киім сауда саттығының 50% заңмен рәсімделмейді. Ал цифрлық таңбалау осы кемшілікті жоймақ. Естеріңізге сала кетейік, жоба Евразиялық экономикалық одақ аясында жүзеге асады. Мысалы, Қазақстанда темекі өндірісімен міндетті таңбалау былтыр күзде енгізілген. Қазір дәрі-дәрмек, алкоголь, сүт өнімдерін қапталған су мен сусындарды цифрлық таңбалау бойынша пилоттық жоба іске асуда. Айом Сансызбаева, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан.